Сәлем, сіздермен бірге Аружан және де бүгін Pinduoduo приложениесіне мекен-жайды сонымен қатар төлем картасын енгізуді көрсететін боламын. Мен өзім Халықбанк арқылы жұмыс жасаймын, маған солай ыңғайлырақ, бірақ Каспи банкті да тіркесеңіздер болады. Және де бұл жерде адресті алу үшін сіздердің сенімді карголарыңыз болу керек. Каргоны табу үшін осы телеграмға кіріп, отзывы карго Қазақстан дегенге тіркеліп алсаңыздар болады. Бұл жерде Қазақстан мен Қытай арасында жұмыс жасайтын карголардың тізімін көрсеңіздер болады. Және де отзывтары, код беретін адрестерін жазатын ссылкалары немесе осындай комментарийлары болады. Міне, мен өзім осы инэкспортпен жұмыс жасағанды ұнатамын. Себебі олардың өздерінің приложениесі бар. Міне осындай шетелдегі, шекарадағы және де Қазақстанға келген тауарларды осылай бүйтіп қарап отырсаң болады. Pinduoduo приложениесіне кіреміз. Міне басты бетінен бізге өзімізге керек бетке өтіп аламыз. Ең астыңғы жақтағы, оң жақтағы бөлігіндегі мына кнопканы басамыз. Осы бетке өттік және де енді геолокацияның белгісін басамыз. Мұнда менде инэкспорттағы адресім тұр. Сіздер өздеріңіздің карголарыңыздың адрестерін енгізетін боласыздар. Плюс деген жерді басамыз. Және де каргоның жіберген адрестерін осылай копировать, ставить ете саламыз. Ставить етіп артықтарын удалить етсаймыз. Сонымен мына қызыл кнопочканы басамыз. Сіздердің адрестеріңіз осылай сақталады. Келесі біз банк картасын тіркейтін боламыз. Ол үшін мына жазуды басамыз. Оны басқан кезде және де үшіншісін басамыз. Менде бұл жерде Халықбанк тіркеліп тұр. Қазір Каспи банктың карточкасын тіркеп көрсетемін. Плюс батырмасын басамыз. Плюсты басқан соң мына жерде өңшең Қытайлардың банктары шығады, ал астыңғы жағында біздің виза тұрады. Сол визаны басамыз. Карточкаңызды камерамен сканерлеп немесе вручную жазсаңыздар да болады. Астына қызылды басамыз. Және де осындай үш сұрақ тұрады. Біріншісіне карточкадағы атымыз қалай тұр, солай жазамыз. Бірінші атымыз тұрса атымызды жазамыз, фамилиямыз тұрса фамилиямыз жазамыз. Екіншісі ол карточканың жарамдылық мерзімі. Және де мына жерде соңғысына карточканың артқы жағындағы 3 номерді тереміз. Қызыл батырманы басамыз. Карточкамыз сәтті түрде тіркелді. Енді Pinduoduo сайтына кіріп, приложениесіне кіріп, яғни кез келген товарды сатып алсаңыздар болады. Бірақ ескеретін жайт, карточкамен төлейтін кезде Қазақстан банктары үстінен 3% алады. Соны ұмытпаңыздар. Яғни товардың бағасы, оған плюс 3% банктың комиссиясы. Видеом сіздерге пайдалы болса, каналға лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аружан, сау болыңыздар.